Бүгін менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін етпен манта пісіреміз деп шештік. Бұл үшін бізге қамыр илеп алу керек. Ол үшін тұз, су, ұн керек. Қатты қылып қамыр илеп аласыз. Осылай қамырымызды илеп болғаннан кейін 15 минутқа демалдырып, қайттан тұндырып қоямыз. Сонда қамырмен жұмыс жасау ыңғайлы болады. Одан кейін осылай қамырымызды жазамыз. Астақтайдың үстіне ұнымызды салып, керек қалыңдықта жазып, ортасына салмасын саламыз. Салмас бұрын дайындап аламыз. Ол үшін етімізді тартып алдық. Одан кейін мен 4 жуақ пайдаландым. Жуаларға кішкентай, өздеріңіз білесіздер. Мен сиропкадан өткіздім. Сіздер турасаңыздар да өздеріңіз білесіз. Бұрыш, тұз, қалауыңызша дәмдеушіңізді салып, араластырып, және онда 10-15 минутқа қойып аласыз. Барлық керек заттардың құрамының бәрін описание бөлімінде көрсеттім. Қарап кетсеңіздер болады. Ысылған қамырымызды керек мөлшерде кесіп алып, осылай тартылған салмамызды араластырылып, бойына тұзы сіңген, бұрышы сіңген салмамызды салып, керегімізше мантымызды бүреміз. Қалауыңызша қалай бүрем десеңіздер де болады, маған осылай бүрген ұнайды. Оны мантаваркаға сылып, сосын 45 минут, бірақ маған 1 сағат қойған, 1 сағат қойып пісіріп аласыз. Мантаваркаға қойған кезде астын майлап алуды ұмытпаңыз. Осылай салып шығасыз, барлық мантыларды аралануына жақындатпай. Мантымыз бітті. Үстіне мен жуамен морковтан сәбестен подливка жасадым. Оғанда тұзын бұрышын саласыз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма да келіп лайк басып кетіңіздер.